маған үнемі дух беретін қандай сөз. Енді әр адамның бір өзінің ұраны болады ғой. Сол ұранын айтса, еске алса, бағанағы жігері жалындайтын. Маған рух беретін сөз ол 2018 жылы мынау әлемнің 10 дүркін чемпионы, Олимпиаданың 6 дүркін чемпионы, мәскеулік ат таныс шығар Александр Карелин мырзадан сұхбат алғам. Енді Александр Карелин ол кісі алып бұл енді. Сол кісінің бір сөзі ұнатты маған. Істеу керектің бәрін істе. Болатын нәрсе өзі болады дейді. Ол дегеніміз не? Қазақтың әлгі адамнан харекет, Алладан берекет деген сөзі ғой. Сондықтан мен кез келген жобаны бастайтын кезде бола ма, жақсы шыға ма, шықпай ма деп бас қатырмаймын. Не білем, қолымда қандай мүмкіндік бар, бүкіл бәрін қолданамын, жұмысым жақсы болу үшін. Қалған нәтижесіне бас қатырмаймын, неге? Нәтижесін Аллаға тапсырамын. Өйткені беруші Алла ғой. Орысша айтсам, енді ол сөзді орысша айтқан ол кісі. Делай то, что должен, будет то, что будет. Сондықтан мен сіздерге де беретін кеңесім, кәсіпкерлер бар. Кім болсаңыз да. Мақсат қойдыңыз ба? Қолыңыздан келетін істің бәрін істеңіз. Қорықпай, қысылмай, ұялмай, ыңғайсызданбай. Сұрайтын көмектің бәрін сұраңыз. Миыңыз неге жетіп тұр, жұмыс жақсы болу үшін. Бүкіл барлығын істеңіз да, қалған нәтижесін Аллаға тапсыра салыңыз. Болды. Сол кезде жүректе тыныштық орнайды. Ұмытпаңыздар осыны.